Қазақтың әйгілі күйшісі Қазанғап Тілепбергенұлы 1854 жылы қазіргі Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Айшуақ елді мекенінде дүниеге келген. Ал Қазанғаптың күйлерін республикаға алғаш насихаттап, таратқан, радиодан жеткізген Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, осы жерде дүниеге келген төл шәкірті Шәлеке Шайпақов. Ал академик Ахмет Жұмановтың ғасырлар белес кітабында Қазанғап туралы айтылған, жазылған. Ал Қазанғаптың күйін ғылыми негізде Қазанғаптың күйлерін нотаға сүріп, кітап етіп шығарып, қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясында 20 жылдан астам сабақ беріп, таратқан Садуақас Балмағанбетов. Садуақас Балмағанбетов көз тірісінде телевидениеден, радиодан Қазанғапты республика көлемінде насихаттады. Ал енді мына тұрған жеріміз Айшуақ елді мекенінде Ақбауыр деген құм. Қазанғаптың ата қонысы, қыстауы Көгала деген, осы жерден 10 шақты келеміз жерде. Осы жерде дүниеге келген, осы жерде өзінің белгілі күйлері, күй шақырыш Ажырең, осыдан Бүркітбайдың жайлауында, Бүркітбайдың торатын бүгілек қағу күйлерінің шығарған. Қазанғапта 40-тан астам күй бар. Негізі 62 Ажыленің тартқан дейді, бірақ осы уақыт емізге 62 Ажыленің түгел тартқан адам жоқ. Қазанғап енді өзінің күйшілік, композиторлық қабілетінің арқасында қазақтың осы белгілі күйшілер қатарына қосылды. Енді 100 жылдық өтті. Осы бейітті Мұхтар Арынов деген қазіргі Жұбанов атындағы университет бұрынғы пианист директор, сол кісінің айтуымен, сол кісінің нұсқауымен салынды. Айшуақ өндірістік кооперативі мен Базой өндірістік басқармасы сол кезде қолдау көрсетті. Ал енді біздің Шалқарда былтыр аудан әкімі Жидехановтың ұйымдастыруымен Қазанғаптың 102 жылдығы өтті. 150 жылдығы да, 160 жылдығы да Ақтөбе қаласында болды.